Бисмиллах, альхамдулиллах, уассалату уассаламу аля расулиллах. Алдымен Аллах Тағалаға шексіз мақтаулар, мадақтаулар, шүкірлер болғай, және де пайғамбарымызға Алланың оған сәлемі мен салауаты болғай. Бүгінгі қысқа сұхбатымызда үлкен, кең тақырып болған уақып туралы тоқталғым келіп отыр. Жалпы уақып дегеніміз ислам шариғатындағы қайырымдылық мақсатында белгілі бір мүлікті немесе қаражатты Алла жолында жұмсау, яғни Алла жолында үздіксіз сауапқа ие болу деген мағынаға келеді. Жалпы уақып қоғам үшін, тіршілік үшін өте қажетті нәрсе. Уақыптың негізгі сипаттарын айтатын болсақ, оның үш сипаты бар. Біріншісі, мал мүлік тұрақты берілетін болады. Яғни тұрақты, ол біреудің атына өтпейді, мирасқа қалдырылмайды, және берген адамның атына өтпейді мүлік. Екіншісі, ол мүлік тек қана халыққа беріледі, мұқтаж адамдарға беріледі. Медресе салуға, жол салуға, басқа да нәрселерді салуға жұмсалады. Үшіншісі, ол уақыптың, ол садақаның иесі тек қана Алла болады. Яғни мүліктік тұрғыдан қарайтын болсақ, оның иесіне ешкім иелік етпейді. Оның иесі тек Алла болады. Яғни осы уақыптың негізгі үш сипаты осылар. Енді уақып, ол ислам тарихына қарайтын болсақ, көптеген игі істердің баршасы уақыппен істелінген. Мысалы, медресе салу, мешіт салу, ұстаздардың жалақысы, шәкіртақы дейді. Осының бәрі баршасы тарихта осы уақыппен шешіліп отқан. Біздің ата-бабаларымыз да уақыпқа қатты көңіл бөлген. Осы уақып арқылы тіпті қажылыққа да шәкірттер немесе ұстаздарды жөнелтіп отқан. Уақып туралы Құранда мынандай аят бар. Бақара сүресі 261 аятта Аллах Тағала сендердің қайырымдылық жасаушылардың мысалы 7 масағы бар, әр масағында 100 деген дәні бар, бірі дәнек сияқты дейді. Яғни уақып дегеніміз жай ғана бір садақа сияқты, бірақ оның сауабы өте көп. Тіпті адам өмірден өтіп кетсе де, артынан үзілмей барып тұратын садақа. Сол үшін де хадисте былай келеді. Адам өмірден өткесін, артынан үш нәрсе тоқтаусыз барып тұрады дейді. Соның біріншісі жарияту садақа дейді. Яғни артынан тамып, ағып, қайта-қайта сауабы барып тұратын садақа. Екіншісі пайдалы білім. Үшіншісі ол салихалы ұрпақ дейді. Соның осы жерде ең біріншісі осы уақыпты айтып жатыр. Адам бір уақыпты садақа жасаса, ол өмірден өтіп кетсе де, артынан үздіксіз сауап барып тұрады екен. Сол үшін қазіргі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы уақып қайырымдылық корпоративтік қор ашып, осымен жұмыс жасап, насихат жұмыстарын жүргізіп жатыр. Аллах Тағала баршамыздың шын ықыласымен берген садақаларымызды, уақыптарымызды қабыл етсін.